Сәлем достар, сіздермен бірге Скаврон арнасы. Бүгін бізде жаңа видео, 10 мың тіркеліштен асқанына орай сұрақ жауап айдары болады. Яғни алдында қойған естеріңізге түссе, Чернобыль туралы видеода көптеген сұрақтар қойған болатынсыздар. Көптеген сұрақтар жиналып қалған тұғын, соларға жауап беретін боламыз. Өкінішке орай біршама сұрақтар қайталанып келіп жатыр, сондықтан кейбір сұрақтарға жауап бермейміз. Бұған еш реніштеріңіз болмасын, ренжімеңіздер. Сонымен бастайық. Достар, видео бастамас бұрын сіздерге Azak.kz деген арнаны ұсынғым келіп отыр. Өйткені дәл осы арнадан сіздер интернеттен қалай ақша табуға болады. Жай ғана Android, яғни сотка бар болу арқылы сіз интернетте қалай ақша табасыз, сол туралы өте көп мағлұмат береді. Сондықтан міндетті түрде сілтемесіне болады. Міндетті түрде Azak.kz арнасына жазылып кетіңіз. Бізде бірінші сұрақ Рамазан Айқабылдан келіпті. Қай жақта тұрасың, нешінші жылғысың, каналды қай жылы аштың, шын атың кім, ютубта қанша табасың дейді. Қай жақта тұрасың? Мен Қызылорда қаласында тұрамын. Нешінші жылғысың дейді. Мен 2000 жылғым, қазір жасым 17-де. Каналды қай жылы аштың дейді. Каналды осы жылғы қаңтарда аштым. Шын атың кім? Шын атым Дархан болады. Ютубтан қанша табасың дейді. Мен шынымды айтайын, ютубтан монетизация бәрін жасадым, бірақ әлі ақша тапқан жоқпын. $100 жинау керек деймін, бірдеңелер бар. Сондықтан ондай критерияларға әлі жетпедім. Сондықтан 0 теңге алдым. Рекламалардан да әлі не қылып жатқан жоқпын. Бірақ шамалы тауып жатыр, реклама жасап көп емес. Келесі сұрақ Нүркен Растилбектен келіпті. Неге Let's Play түсірмейсің дейді. Let's Play түсіреміз. Бірақ қазір емес, бізде қазір Скавронның тематикасы басқа болғандықтан, контент басқа болғандықтан, біз тек қана ғылыми жанрдағы, яғни топ 5 анау сондай видеолар түсіретін боламыз. Ал Let's Play-ге жаңа канал ашу қазір ойымызда бар. Сондықтан күтіңіздер, жақында Let's Play-ден жаңа канал ашылып қалуы мүмкін. Келесі сұрақ Нұрғиса Бітімбаев. Каналды не мақсатпен аштыңыз, қалай тез дамыды және серіктесіңіз кім? Канал арқылы айына қанша теңге табасыз? Каналды не мақсатпен аштым? Дұрыстап айтып кетейін, мен каналды ашпас бұрын менде ағылшынша және орысша канал болды. Оларда сондай ғылыми білім танытып канал болды. Топ 5 анау түсіретін. Олар бірақ көп дамымады. 1000 тіркелушіге де жеткен жоқ. Сондықтан оларды жауып тастадық та. Қазақша канал ашып көруді ұйғардық. Және осы канал ашылды. Біз бірақ басында білім танытық видеолар емес, жұлдыздар туралы видео түсіріп жүрдік. Және біздің каналымыздың ең бірінші аты TM Project D болатын. Кейбіреулеріңіз білетін шығарсыздар. Және канал қалай тез дамыды және серіктесіңіз кім дейді. Канал ойлағандай жақсы дамып жатыр. Мен қалай тез дамыған. Мүмкін видео тақырыптар қызық шығар, сөйтіп ойлаймын. Және серіктес жоқ. Серіктес қазір Google AdSense. Канал арқылы айына қанша теңге табасыз? Канал арқылы айттым, рекламалардан бірден сарам болмаса, онша көп таппаймын. Келесі сұрақ Нұрберген Бақытұлынан келіпті. Қай жерде туылдың? Жасың нешеде? ютубқа қашан кел? Қай жерде туылдың? Қай жерде? Мен Қызылорда қаласында туылдым. Жасым 17-де. ютубқа қашан келдім? ютубқа мен ең бірінші видеоларымды 2014 жылдан бастап сала бастадым. Ол кезде айтып кеттім, ағылшынша және орысша білім танытық каналдар олар 2016-тан былай қарай бастадым, ал 2014-тен бастап ол кезде жаңағы ютубтағы күлкілі видеоларды өзіме скриншот алып, соларды қайта салып, бізде бар ғой қазір One Wolf деген канал сияқты сөйтіп салып жүрдім. Келесі сұрақ Мақсат Рахымжаннан келіпті. Өздеріңіз туралы толық мәлімет бере кетсеңіздер. Мысалы, қайда оқиды, қайда тұрады дегендей канал керемет дами берді. Өздеріңіз туралы, өзім туралы мәлімет болғанда, мен Қызылорда қаласында туылдым, 2000 жылғым, жасым 17-де. Қызылорда қаласында тұрамын. Осы жылы мектеп бітірдім. Жақында бұйыртса, мына университетке барам. Енді бұйыртса, келесі жылдан бастап сол жерде оқимын. Келесі сұрақ Күлдір-бүлдір арнасы. Жасыңыз нешеде? 17-де. Пазл мен Айдос ТВ-ді танисыз ба? Я танимын. Пазл мен Айдос ТВ деген қазақтардағы ең жақсы каналдар деп білемін. Пазл деген ең көп тіркелушісі бар канал, Айдос ТВ деген ең сапалы видеолар түсіреді. Келесі сұрақ Жануарлар төбелесі деген арнадан келіпті. Топтың аты қандай мағына береді? Топтың атын өзің қойдың ба? Отбасындағылар видео түсіретінді білемін. Топтың атын өзгерту ойында жоқ па? Қазақ ютуберлерінің қайсысын көресің?
топтың аты қандай мағына береді? Топтың аты Skavron деп аталады. Оның алдындағы екі әрпін қарасаңыз S және C, ол шифровкасы Science Channel болып расшифровать етеді. Яғни Science Channel деген ғылыми канал. Сондықтан Skavron ол ғылыми канал. Топтың атын өзің қойдың ба? Иә, өзіміз қойдық. Ойдан отбасындағылар видео түсіретінімді білемін. Топтың атын өзгерту ойында жоқ па? Топтың аты меніңше өте әдемі деп ойлаймын. Сондықтан алда өзгерту ойда жоқ. Қазақ ютуберлерін қайсысын көресің? Қазақ ютуберлермен барлығын көремін, барлығын сыйлаймын, барлығын көремін. Сұрақ: Жанар Балтабаев, бұл ақпараттарды қайдан жинақтап бізге түсіндіріп отырсыз? Каналыңыз дами берсін, шын жүректен видеоларың өте интересный. Рахмет. Бұл ақпараттарды біз орысша және ағылшынша документальный фильмдер болады, деректі фильмдер, соларды қараймыз, соларды көреміз, соларды аударамыз деген сияқты. Көбінесе жаңағы РЕН-ТВ деген канал бар ғой, РЕН-ТВ-ден алынған деректі фильмдер өте қызық болады, солардан көбінесе сол жақтан аламыз. Келесі сұрақ: Ерсұлтан Қабдығали, Skavron 12 октябрь күні конец света болады деген шын ба? Өте қызық сұрақ. Сіздердің көбіңіз маған мазалап жүрген шығар. Осы туралы міндетті түрде алдағы уақытта видео болатын болады. Сондықтан күтіңіз, бұл туралы міндетті түрде видео жасауға тырысамыз. Дархан Жұмағазы, канал неге Skavron деп аталады, мен түсіндірдім. Бауыржан Смат, ғарыш туралы мәліметтерді қайдан аласың? Шын есімің кім? Сен қайда тұрасың? Ғарыш туралы мәліметтерді жаңа айтқандай көптеген деректі фильмдерден аламын. Шын есімім Дархан болады. Сен қайда тұрасың? Қызылорда қаласында тұрам, Қызылорда қаласында туылдым. Арман Райымбеков, Skavron, осы барлық ақпараттарды сен қайдан аласың және видеомен қалай екеуін сәйкестендіресіз? Осы менің сұрағым. Осы барлық ақпараттарды айтып өткендей деректі фильмдерден аламыз, ал видеомен тыңдап отырып оны әрі қарай өзің сәйкестендіре беру өте оңай, қиын ештеңесі жоқ деп ойлаймын. Тек монтаждауды білсең, әрі қарай барлығы оңай. Әбдіхалық Ақтай, ютубта жоқ лайфхак түсіре аласыздар ма? Ютубта жоқ лайфхак деген болмайды шығар, өйткені лайфхак шыға салысымен ол ютубқа тез тарап кетеді. Өйткені көптеген лайфхак түсіретін, тек қана лайфхак түсіретін каналдар өте көп, бірақ Қазақстанда жоқ. Ал лайфхак түсіру алда ойымызда бар, жоспарда бар нәрсе, лайфхак болады бұйырса. Келесі сұрақ: Venom KZ, пазлды бір тұтасыңдар ма? Видеоларын қарайсыңдар? Пазлды бір тұтпаймыз, бірақ видеоларын қараймыз, оны сыйлаймыз. Пазл өте жақсы арна, өйткені қазір ең көп қазақ ютуберлерінің ішіне ең көп тіркелуші содан. Келесі сұрақ бізде ZAS деген каналдан кетті. Skavron неше жыл болды каналға? Маған сәлем бере салшы бұржы дейді. Skavron қандай ойындар ойнайсыз? Канал негізінен 2007 жылдың 14 қаңтарында ашылды. Содан бері санасақ бір 6 айдан астам уақыт болды. Skavron негізінен компьютерде қандай ойындар болса соның барлығын ойнайды. Banda New, салам Skavron, болашақта қандай рубрикалар болады каналында? Біз негізінен 4 рубрика бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі уақытта олар космос туралы өте көп ақпарат, өте көп видеолар жасаудамыз. Одан соң сіз білесіз бе, топ 5 және әлемдегі құпия жерлер. Бізге 34-інің өзі құнды болып саналады. Алдағы уақытта жаңа рубрика қосу ойда жоқ негізі, бірақ сізде идея болса, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз, сіздің ойыңызды бағалайтын болады. Келесі сұрақ: KZ Boy Channel, салам, веб-камерамен түсіресің ба? Дауысыңды программамен өзгертесің бе? Әлде өзі осынды комппен түсіресің ба? Телефонмен ба? Салам, веб-камерамен түсіру ойда жоқ. Веб-камера бізге керек емес деп ойлаймын, бізге ғылыми танымдық канал, ондай керек емес. Дауысымды программамен өзгертпеймін. Дәл қазір қалай айтып жатырмын, сіз видеода дәл солай тыңдайсыз. Комппен түсіресің ба, телефонмен ба? Монтажды айтып отқан шығар. Монтаж көбінесе осы ноутбукпен болады. Vegas Pro и Adobe After Effects деген екі программамен көбінесе монтаж жасаймыз. Қазақ Best, сен қай колледж оқисың? Қызым бар ма? YouTube каналында алдағы уақытта тастау бар ма? Әлде дамытасың ба? Маған сәлем жолдаш дейді. Мен колледж оқымаймын, осы жыл мектеп бітірдім. Келесі жыл осы университетке түстім. Қызым жоқ. YouTube каналында алдағы уақытта тастау бар ма? Әлде дамытасың ба? YouTube каналды алдағы уақытта тастау жоқ. Барынша дамытқымыз келеді. Жаңағы 100 000 көрерменге жетіп, күміс кнопка алғымыз келеді. Маған сәлем жолдаш, сәлем Қазақ Bestқа. Big and Small, ассаламу алейкум, есіміңіз кім? Қай жылғысыз? Қаншадасыз? Skavron деген нені білдіреді?
каналды қашан аштыңыз дейді. Есімім Дархан, 2000 жылғымын, жасым 17-те. Скаврон деген S және C ол расшифровать етілген не Science Channel, яғни ғылыми канал деп мағына береді негізінен. Сондықтан Скаврон ол ғылыми канал. Каналды қашан аштыңыз? Каналды осы жылы 14 қаңтарда аштық. Лан Сапо, прямой трансляция бола ма дейді. Әскербек жайында не айтасыз? Қандай жоғарғы оқу орнында оқыдыңыз? Не үшін Скаврон деп қойдың каналда? Прямой трансляция алдағы уақытта болмайды деп ойлаймын. Өйткені прямой трансляция болғанда ютубтағы прямой трансляция жасағанның өзінде біз дебат па, осы арнадан дебат бір нәрсе ұйымдастыратын шығар. Әскербек жайында не айтамын? Әскербек өте жақсы канал, сапалы контент, сапалы видео, жақсы дикция. Меніңше өте жақсы канал, сондықтан оны қатты құрметтеймін. Ол да өте жақсы космос туралы видеолар жасайды. Негізінен жақсы пікірдемін. Қандай жоғарғы оқу орнында болыңыз? Келесі жылдан бастап мына университетке түсемін. Түстім уже. Осы жылдан бастап бұйыртса оқимын. Не үшін Скаврон деп қойдыңыз каналда? Мен айттым. Сонымен достар, видеомыз соңына жетті. Егер ұнаса лайк басып кеттіңіз, каналға тіркеліп кеттіңіз. Және ең маңыздысы ол Скавронның ВК парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Өйткені Скавронның ВК парақшасында өте жақсы ғылыми посттар шығып тұрады. Міндетті түрде жазылыңыз. Егер сізге космос қызық болса, фактілер қызық болса, міндетті түрде жазылуыңызды сұраймыз.